Sәттілік тілеймін, қонақтарға олай болса, қазақ әдебиеті сабағында оның ойын марқайтып жырына асып келер өмір десе, оның жырлары сол өмірдің алуан түрлі сырын, ондағы өзгерістерді шынайы бейнелейді. Ол өзгерістің негізгі куәгері болып, ақын өлеңдерінің лирикалық қаһарманының тағдыры тұрады. Бұл жерде жіктеу есімдерге беріліп тұр, ол деп. Оның кім екенін кім айтады? Бұл кім туралы айтылып отыр? Сәйіпсіз, Серіктер абай. Айнұр? Иманбай Молдағалиев. Дұрыс па? Көрейік. Дұрыс екен, иә? Иманбай Молдағалиев. Бұл платформамен қазір тест шешіп көрейік. Осы Иманбай Молдағалиевтің өмірі мен шығармашылығына байланысты. Қазір код шығу керек. Кодты жазамыз. Аты жөніңізді жазайық. Басқа бір нәрсені немесе телефонымен жаңағы маркасын жазып қоймаңдар. Өз атыңызды жазайық тек қана. 77-58-24 код жазамыз. 5 минут уақыт оқушылар. 5 минуттан кейін мен көзілесті өшіріп тастаймын. Қай жерде тоқтайсыздар, ол жаңағыдай тоқтатамыз сіздерді. 6 минуттан? Жоқ, жақсы 6 минут. 11 сұрақ екен бізде, иә? 6 минут уақыт беремін. 6 минуттан кейін тоқтатасыз. Жауап берейік, иә? Ол қосасыздар, алып қосатыңыз бар ма жауапты? Әлем бірінші ма? Иә. Толықтырамыз ба? Жоқ, осы жауаппенен сіздер тақынасыз ба? Екінші сұрақты, онда мен сол жағында екінші топқа қояйын. Неліктен ақын барлық жерді дүниені бөліп бергісі келді? Қандастарына өздерінің жаны ашығандықтан. Жаны ашығандықтан. Себебі бұл қазақ жердің аталып кеткен кезде әрбір тауын, тасын, суын, көлін қимайды екен. Олардың аманатын қиянат жасамайды деген оймен қайтадан соларды шақырып. Дұрыс айтасыз. Олар бір алмағайым заманда атамекен тастап кетуге мәжбүр болды. Олардың да жері, иә, тау, таш, байлық бәрі. Ол себепті олай отырып дискрипторға байланысты. Өлеңнің негізгі идеясы не деп ойлайсыз? Қандастарымызды атамекенге шақыру, оларға үлкен жаңағыдай қомақты жаңағыдай көмек көрсету, иә? Қаражат жағынан дейміз ба, болмаса рухани жағынан. Жалпы бізде қандастарымызға сондай көмектер болып жатыр ма мемлекетте? Олар шақырып алып ештеңе бермей отырмайды. Мен таныстырсам, сендердің жарғыларыңызды бақылаймын мен. Есте сақтау қабілеттеріңіз қаншалықты қараңыз, балалар. бір қатарын ғана жазып, бір тармағын, әрқайсысына уақыт жоқ. Бір тармақтан. Болсам жалында бал, батып сонда қолынан қанат, қазақ болсам жалында бал, сарғында сарырқырға қанында бар. Сен түсіндің ба? Тіршілік күресінде жеңіп тәуелсіздік алды қандастарымыздың әрдайым елінің әріне жыры есінде болып, қазағым қай жерде жүргенде абайды, еліміздің салт-дәстүрін ұмытпай мәңгі есінде сақтауға үндейді. Ешқашан менің ойымша бұл жұмақта ешқашан елін ұмытпай қазақ десе қанып улап бір бүйрегін тұрып Жоқ, шығармадан емес, жұмақта.